Сәлем достар, Эко Мамасы каналына қош келдіңіздер. Тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Картошка фри, яғни пешке піскен фриді пісіреміз бүгін. Өте пайдалы, зиян емес. Майға піскеннен гөрі біздер деген духовкаға пісірген әлде қайда пайдалы болады. Майыңызға шығын болмайды біріншіден, екіншіден кухняңызды ластамайсыз, үшіншіден денсаулыққа өте пайдалы. Балаларға осылай жасап берсеңіздер болады. Қараңыздар, картошкалардың барлығын осындай соломка етіп турап алдым. Салқын суға салып, 2 рет шайып аласыздар. Содан соң жақсылап таза салфетканы қоясыздар құрғақ, содан суын сорылтып аласыздар. Үстіне жайғастырып, суын сорылу керек картошканың. Жасап көріңіздер, сізге ұнайды деген ойдамын. Суын сорылту үшін тағы да бір салфетканың бетін жауып асықпай суын сорылтып аламыз. Дайын болды. Бөлек ыдысқа салып аламыз барлығын жақсылап тұрып. Енді үстіне 3 қасық мен сұйық май құйдым. Картошканың көлеміне қарай, көп болса 3 қасық жарайды. Соның үстіне бір бас чеснокты өткізіп алдым. Теркадан 1 қасық тұз салып жібердім. Кішкентай қасықпен әрине. Жақсылап болғап, біздің жаңағы фриіміздің үстіне құйып жібереміз. Таза қолымызбен жақсылап араластырамыз. Сіңуі керек біздің жаңағы жасаған чесногымыз, тураған барлығы да. Содан майлап аламыз табамызды, қағазымызды. Қоюға да болады қағаз, қоймауға да болады, өздеріңіз білесіздер. Яғни осылай барлығын текшелеп шығасыздар. Картошкалар бірінің үстіне бірі мініп кетпеу керек. Жақсылап пісуі керек, қуырылып. Осылай шетінен қойып шығасыздар ғой, солдаттар ұқсатып. Міне дайын болды біздің картошкамыз. Жасап көріңіздер, сіздердің балаларыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Ең бастысы денсаулыққа пайдалы, зиян естіген жоқ. Рахмет, тіркеліп қойыңыз.